Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Ал бүгін міне менің каналымда қонақта Рабиға деген сіңілім келіп отыр. Ол арнайы Мысырдан келіп отыр. Қазіргі уақытта сол Мысырда білім алып жатыр. Осы дін саласында біраз алған білімі бар. Жалпы өзін таныстырып өтсең, Рабиға, менің көрермендеріме. Ассаламу алейкум баршаңызға. Менің есімім Рабиға Төлебай. Каирде оқып жатырмын, магистратура философия бөліміндемін, Каирский университетінде, және сол университетінде қазақ тілі мұғалімі болып тағайындалғам. Жоқ, осыған дейін дін саласы бойынша алдың ғой білім? Осыған дейін екі факультет оқығанмын, Әл-Азхар бөлімінде. Біріншісі тәпсір, екіншісі ақида және философия. Тәпсір бойынша, иә? Ол жақта соны бакалаврды бітірдің ғой, иә? Екі диплом бар, иә. Қалай сонда бакалаврда екі бакалавр бар ма сонда? Иә, бірінші тәпсірді оқып, сосын екінші мен негізі философияға кіргім келген. Бірақ жасым кішкентай болғаннан кейін мен 14 жасымда университетке түскем. Сол себепті анам біраз діни білімді жаңағы күшейтіп ал дегеннен кейін тәпсірге кіргем. Сосын тәпсірді бітіргеннен кейін қайттан өзімнің қалауыма жаңағы пәлсапаға қайттан өзім кіріп алдым. Біз енді Рамазанның соңғы күндерінен қадір түнін іздейміз ғой. Жалпы қадір түні күтіп жүрген адамдарға осы қадір түнін қалай өткізу керек, және қадір түнінде қандай сүрелер, дұғалар оқыған дұрыс, сол туралы мен көрермендеріме осылай айтып берсең. Бізде енді білетіндей қадір түнінің белгілі бір түні жоқ. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям оны белгілеп кетпеген. Ол кісі бізге жаңа қадір түнін Рамазанның соңғы 10 күнінің тақ күндерінде іздеңіздер деп айтып кеткен. Ал бірақ бітіп ғылыми зерттеулерге қарағанымызда 27-сі күні ихтимал көбірек болатын қадір түні болып есептелінеді екен. Сол себепті көпшілігіміз сол 27-сі түні көбірек дұға жасап, Құран оқып, жаңағы истиғфар тәубелерімізге келіп, қаза болған намаздарымыз болса, соларды орындап дегендей өзімізді сол түнге дайындаймыз. Ал енді қадір сүресін бар екен білеміз, 5 аяттан тұрады, Құрандағы 97-ші сүре. Ол сүре қадір түнде арнайы атымен аталып кеткен. Себебі ішінде қадір түнінің маңыздылығын, қадір түнінің қандай берекетті түн болғанын, ол түнде не болатын, періштелердің бәрін түсіп, жер бетіндегі адамдарға бәріне сәлем беріп кететіндерін белгілеп, жаңағы Алла тағала сөйтіп айтып кеткен. Ал дұғаға келетін болсақ, Рамазанның білетіндей 3-ке бөлінеді Рамазан айы. Алғашқы 10 күні рахмет күні деп білеміз. Оның арнайы белгілі өзінің дұғасы бар. Ортасы 10 күні жаңағы мағфирет күні деп білеміз. Соңғы 10 күні жаһаннам отынан, жаңағы тозақ отынан бізді сақтайтын 10 күн деп білеміз. Сол себепті қадір түнін дұға ететін жаңағы арнайы дұғасы бар деп сахабаларымыз, жаңағы пайғамбарымыздың өзі айтып кеткен. Дұға былай болады: Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афва фаъфу анна. Яғни қазақшасы: ей Алла тағалам, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, біздерді кешіре көр деген осы дұғаны көбірек айтқан абзалырақ. Осы қадір түні күні, иә? Иә, қадір түні күні. Сосын енді қадір түнде жасалынатын амалдар өте көп. Садақамен бастап, жаңағы пітір садақамен бастап, намазға, жаңағы зікір, дұға, пайғамбарымызға салауат өте маңызды. Себебі жаңағы бір кешір сөзін бөлгеніме, қазақшасын айтса бола ма, егер арабшасын айта алмаса адам? Әрине міндетті түрде. Біз жаңағы хадисте пайғамбарымыз айтады, Құраннан басқа дейді, қандай дұға болсын, оның жаңағы тілі келмей жатқан кісілер болатын болса, біздер секілді мысалы, сол дұғаларды өз тілімен жаңағы қобалжымайтындай, қиналмайтындай, өзін жаңағы іштегі сезімін білдіретіндей өз тілімен айта берсе болады деп кеткен. Себебі біз білетін жаңағы Құранды тек намазда тәпсірі болсын, оның мағынасы болсын, оны басқа тілде айтуға болмайды. Себебі Құран өз араб тілімен түскеннен кейін намазда сол араб тілімен оқу керек. Онда ары қарай келесі. Сосын дұғаны айтқаннан кейін жаңағы қандай да бір ренжіс болып жатса бір кісілермен, туыс-туысқандарымен жаңағы хабарласпай кеткен біраз уақыт болып қалса, сол түні енді арнап емес,
бірақ көбірек сол түнді жаңа ескерту деген мақсатымен солардың да жаңағы кісілердің есімдерімен қоса бәрін ішіне жаңағы дұғаға зікір етіп соларды айту өте керемет бір түн болады. Себебі өте берекетті бір түн, өте маңызды, ішінде жаңағы кешірім мағфиреттен бастап Алла тағаланың жаңағы рахметіне бөленетін бір түн болады. Ал андай тілектерімізді айтсақ деп жатады ғой, сол түн тілек қабыл болатын күн деп. Ал тілектерді айту үшін де қандай да бірден тілекті айта беру керек па, әлде алдында оқитын бірдеңелері бар ма? Бұлай пайғамбарымыз өзі айтып кеткендей, айтады, кімде-кім дейді, дұға еткісі келсе, бір тілек сұрап, бір нәрсеге Алла тағалаға жалбарынғысы келсе дейді, ол дұғаның қабыл болуына дейді, мен 100% жаңағы бір не беремін, кепілдік беремін дейді. Бірақ қашан кепілдік беремін, қашанда маған салауат келтіретін болса дейді. Сол себепті жаңағы басында мүмкіншілік болса, ортасында, жаңағы аяғында пайғамбарымызға салауат айтқан кезде ол дұғаның қабыл болатынына пайғамбарымыздың өзі кепілдік беріп кеткен. Салауат қайтып айтылады? Салауаттың түрі бар. Ең қысқасы және тілге ең жаңағы оңайырақ келетін Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад дейді. Яғни Алла тағалам және пайғамбарымызға және оның әлі бейтіне, жаңағы отбасына бәріне салауат сәлем болсын деп айтатын бір салауат бар. Сонымен қатар Қадір сүресінде көбірек оқу керек, иә? Қадір сүресін көбірек оқыған дұрысырақ. Сосын Қадір түнінде Қадір намазы дейтін бір намаз бар. Оны енді көпшілік біле бермейді, себебі тікелей пайғамбарымыздан жеткізілмеген бір намаз болғандықтан, оны жаңағы нәпіл намаз ретінде есептейді көпшілігі. 4 ракағат немесе 12 ракағат оқуға болады ол намазды. Иқлас сүресі мен Қадір сүресін жаңағы әр ракағат сайын сол екі сүрені алмастырып, сөйтіп оқуға болады. Қай уақытта оқылады ол? Мысалы, тарауихтан кейін ба? Тарауих бітіп, өтір намазын оқып, кәдімгідей өзімізді сол намазға бүйтіп арнап, дайындалып, түннің сахурына дейін, жаңағы сәресеге дейін уақыт бар. Сол себепті біз есептесек, Қазақстан сағатымен бір 2,5-3 сағаттай бір уақыт болады. Түсінікті. Міне осы, достар, сіздерге қажетті ақпаратты бердік деп ойлаймын. Рабиғаға көп рахмет, өзінің білгенімен бөлісіп жатыр. Жалпы каналыма қонақ болуға келіскені үшін көп рахмет. Егер сіздерде қандай да бір сұрақтар болса Қадір түніне байланысты, онда осы видеоның астына жазыңыздар, қалдырыңыздар. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.